Жаңбыр – Алланың мейірімі. Көктен жаңбыр жаудырған біреу туралы естіп пе едіңіз? Жоқ. Жаңбыр беріп, жер әлемді түрлендіруші, қураған өсімдіктерге нәр беріп, тірілтуші Алла ғана. Әнастан оған Алла разы болсын жеткен хадисте былай делінеді. Бірде біз Алла елшісінің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын жанында болғанымызда жаңбыр жауып кетті. Ол жаңбыр тамшылары тиісін деп денесінің кейбір жерлерін жалаңаштады да бізге бұлар аз уақыт бұрын тәңірлерінің жанында болды деп айтты. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын желді, бұлтты күндері оңды-солды бұрылып мазасы қаша бастайды екен. Ал жаңбыр жауғанда шабыттанып көңіл-күйі қалпына түсетін көрінеді. Бірде Айша анамыз радиаллаху анха мұның себебін сұрағанда, мұны үмбетіме берілген жаза болып қала ма деп үрейленіп едім, ал жаңбыр мейірім деп жауап берген. Я жаңбыр Алланың рахымы. Сондықтан да Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, екі дұға кері қайтарылмайды, я аз қайтарылады. Азан уақытындағы және жауын астындағы деген екен. Сондықтан жаңбыр жауған кезде мына дұғаны оқи жүріңіз. Уа Аллах, нөсерлетіп пайдалы жаңбыр жаудыр. Амин.